Құрметті оқырман, бұл Түркия емес, Мальдивада емес, өзіміздің Қазақстан. Бұл киелі жерге асыға келдім сонау Түркиядан. Түсі мөп-мөлдір, құрамы ағзаға пайдалы, түрлі минералдарға толы мынау таудан аққан бұлақ өзенінің мың дертке шипа екенін білуші едіңіз. Ендеше көріңіз, мен қалай соқтығы сүйекке жетердей мұп мұздай суға өмірімде алғаш рет түстім. Мына апалардың жасы қаншада деп ойлайсыз? Сколько вам лет, можно спросить? 74 через месяц. Машалла. Будьте всегда такой красивый, молодой, энергичный. Молодец. Да. А вам сколько? Моложе, наверное? 70. Врете вы? Нет. Молодцы, девочки. Я вас люблю. Было 70. Я вас люблю. А вон та обожаю. ходит. Она вон та ходит. Ей Ага. вообще 76. Вы тут шутите со мной? По-моему, вы шутите. Нет. Крест на пузо. Молодцы. Спасибо вам, девочки. Здоровья, долгих лет. Вот Спасибо. это самое главное. Да. Самое главное. Да. Это вообще не река, это родник, да? Ну, это родниковая речка, скажем так. Да, минеральная вода. Там Да. же состав написано. Да. Ага. Да. Красота. Ой, вы такая красивая! Вы меня вдохновили! Раздевайся. Сейчас температура воды примерно с температурой воздуха одинаковая, поэтому абсолютно спокойно. Мгм. Вода 13,5. Минус или плюс? Плюс. А, ну плюс, да. Ага. А зимой, ну, минус 10. А здесь все равно теплее. Мы приходим, замерзли на лавочке, пошли, разделись, погрелись. Вы прям спокойно стоите. А как надо? Это вы сколько ходите туда? Долго Уже уже? несколько лет. Ой, много? Много, очень много. Зимой и летом? И Да. зимой, и летом. Ага. Круглый год. Вот это, мне кажется, благодаря вот этой воды у вас вот это шикарная, Иммунитет высокий стоит, да, шикарная кожа, вот это иммунитет сильный. Молодцы. Не болеем. 17 наурыз. Бүгін өмірімде алғашқы рет көктемнің наурыз айында суға түсейін деп тұрмын. Дала салқын, ауа температурасы шамамен 15-18 дәреже, тексерген жоқпын. Қошқарата деген керемет киелі құдықтан ағып шығып жатқан өзен бар. Сол суға түсуге мен бүгін бел будым. Осы уақытқа дейін, дәл осы күнге дейін қатты қорқушы едім, ауырып қалам, қорқып, дірілдеп тұратын едім. Бүгін сол бір күш келді маған, сол батылдық келді. Дәл қазір куә боласыздар. Наурыз айының 17. Ал кет. бір сүңгенімде шығам ғой, жүзбеймін ғой. Жүзің десеңіз жүзіңіз. Ешқандай ауру да болмайды, сырқау да болмайды. Бұл басыммен. Басыңызбен бірге ешқандай қорықпаңыз. Бірден қорықпаңыз. Вау! Қалай? Успокоилась. Әдемі. Қазір тағы түсем деп. Керемет. Дәл қазір енді керемет сезім кеп тұрмаған. Айтыңыз. Не айтасыз? 17 наурыз. Керемет. Қазір тоқта, қайттан түскім келетін сезімді шақырып атырмын өзіме. Қорқпай. Су өте жұмсақ. Бұлақ суы құрамында өте көп минералды сулар, жұмсақ болып қалады шашыңызда, теріңізде. Бұл жерге Қазақстанның түкпір-түкпірінен жаздың күні шипа мақсатында келіп түсіп жатады.
Мен әлі де дірілдеп тұрмын, көріп тұрғандарыңыздай. Бірақ сол дірілді жеңуге тырысып жатырмын. Әлде жете ма осы? Бүгінгі жетеді ау, ертең тағы түсеміз. Тағы бір сүңгіп шықсам, қосып қалам ба әлде? Пожалуйста, өзіңді. Жүрегіңе дейді. Терең-терең дем алып алайын. Ал тағы да екінші рет түсуге батылдық жинап жатырмын. Көптеген жаңағы мықты адамдарды көріп жүрміз ғой, ағаларымыз, апаларымыз бәрі санада дейді. Басымызда дейді, басымызда қорқынышты жеңсек, бәрі оп-оңай, бәрі мүмкін дейді. Соны қазір ойлап, көз алдыма елестетіп, жеңуге тырысып, енді біріншіге қарағанда екіншісінде барынша байсалды, ақырын түсіп, ақырын байсалды, сол спокойно шығуға тырысам. Көргендеріңіздей, екінші реакциям мүлдем басқа. Ағзаның, дененің бірденің мына суға, температураға үйренгеніне өздеріңіз куә болдыңыздар, достар. Қараңыздар, діріл де жоқ болды менде. Шашы да сұрамай. Қорқыныс та жоқ болды. Өте спокойно, өте әдемі бір сезім бірден келді бойыма. Шымкент, Қазақстан, бұл Түркия, Дубай, Индия емес. Бұл кәдімгі өзіміздің Қазақстанның Шымкент қаласы Қошқар ата бұлақ өзені. Көрдіңізде бір қызығы бұл жерде. Бұл су тек қана мына денедегі тәннің рахатын ғана сыйламайды, мынау іштегі жаман сезімдер, құрушы сезімдер болады ғой, өкпе, ыза, өкініш, қызғаныш. Сондай бір ішкі рухани жағынан да емдейтін қасиеті бар деп көп естім. Соны да өз бойымда сезінуге, егерде қандай да бір сондай құрушы сезімдердің қалдықтары менің жүрегімде, бойымда болса, осы бір әдемі бұлақтың суындай тынық бір тазалансам, тазаланып жатыр мынау деген үміттемін. Көргендеріңіздей судың тынықтығында мін жоқ. Тек шомылуға емес, бұл қазір көресіздер, баклашка толтырып, соны ішеміз, тамаққа қосамыз. Жанды суда ішкен кезде бүткіл енді сезінесіз, крандағы, фильтрдағы, магазиндегі судан мүлдем бөлек. Үшінші рет кірейін ба, жете ма? Жетіп қалады ау. Жете ма? Ертең Жарайды. таңертеңгі уақытта. Бүгіндікке осы екі қадам жетеді деп ойлаймын. Қазір барып киінейін.